Bir-birimizden жұмысты тауып алайық. Әр елдің амандасу салттары бар екен бала. Мысалы, итальяндықтар жұмыс тауып па? Құшақтасып амандасады екен. Ал амандасады, құшақтасып. Ал бразилиялықтар иығымен амандасады екен. Зимбабвелықтар болса, арқасымен амандасады екен. Ал қазақ халқы қалай амандасады? Қолдасып амандасады дұрыс. Ал балалар австралиялықтар бір орында секіріп, шапалақтап амандасады екен. Күндеріңізге сәттілік тілеп, отыруларыңызды сұраймын. Енді алдарыңызда бүгінгі сабағымыздың тақырыбына лайықты мынандай айдың түрлері бар. Соны қараңыздар да топқа бөлінеміз. Толғай, жарығай, қай сурет сіздерге ұнайды? Біреуін таңдаңыздар. Кез келген болды, мен көрсетеміз. Бұл біреуін таңдаңыз. Көтереміз. Енді кімде? Толығай тауып аласыздар. Мына жерде толығай осы жерде қаласыз. Жарығай және өзгешай. Жанай. Бөлім аспан әлеміне байланысты. Ендеше біз бөлімді аяқтап жатырмыз. Төлсіз бен төлеусізді қайталап, бөлім бойынша оқылым мәтіндерін қайталап келесіз деген болатын. Енді алдарыңызда біз қолданамыз ылғидай АБСД деген белгішелер бар. Жауап нұсқалары. Элективті тест әдісімен қай сұрақтың жауабына лайықты соны көтереміз. Бірінші сұрақ. Сөйлеушінің өз сөзінің ішінде біреудің айтқан сөзін ешбір өзгертпей, сол айтылған күйінде беру. А. Төлеусіз ба? Қол көтермейміз, қолын алдыға тұрып көтереміз. Б. Төлсіз. С. Автор сөзі. Д. Өз сөзі. Қандай? Б дедік. Тамаша балалар. Б варианты ма екен? Қазір тексеріп көрейік. Я төлсіз екен. Ал ары қарай. Керуен жұлдызы өткен жол өткенімізде тақырыпты. Қай жұлдызды атаймыз керуен жұлдызы деп? А. Үркер. Б. Шолпан. С. Шол жұлдыз. Д. Жеті қарақшы. Үркер деп тұрсыз. Сойлап тұрсыз ба? Неге барыңызды аласыз? Үркер ма бейбіт? Ал көрейік. Үркер екен. Ал жақсы. Келесі әділет тақырыбы төлсіздің баяндаушы етістіктің ашық райына болса, төлеусізде ол неге айналады? Көсемшеге, Б. Буынды етістікке, С. Есімшеге, Д. Бұлыссыз етістікке. Асылбек, С. Ильяс ойланып отыр. Сыңа деп. С. Деді алып көрейік қане. Есімшеге дұрыс, жақсы жарайсызды. Соңғы галактика сөзі қызықты мәтін оқығанбыз, галактика сөзінің түп тамыры ежелгі мысырлық гала сөзінің мағынасы қандай? А. Аспан. Б. Жұлдыз. С. Күн. Д. Сүт. Сүт. Д. Әрине сүт. Рахмет балалар. Енді бүгінгі күнді жазып қойыңыздар. Бүгінгі біздің сәуірдің 22-сі сынып жұмысы. Лексикалық тақырыбымыз айға сапар. Сабақтың мақсаты екі мақсат бар. 5-1-2-1. Әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі, әңгімелердегі көтерілген мәселені түсіндіру. Екінші мақсат 5-A4 тыңдалым айтылым яғни. Біріншісінде оқылым. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Әділет тақырыбымыз балалар жалғастырамыз. Төл сөз және төлем сөз.
Leksikалық тақырыбымыз айға сапар, әдебиет тіл нормасы тақырыбы төлсіз және төлеусіз. Ашыңыздар, әдебиет тіл нормасы тақырыбы бойынша ереже берілген. Ашыңыздар, оқып танысып, есте сақтауға зерттеп оқу әдісімен оқисыздар 2 минут. Қысқа ғана. Мысалына да назар аударыңыздар. Қалай жасалады? Уақыт аяқталды бала. Ойыңызда қалды ма? Дәл жабайық. Енді біздің сабақтың мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы ойды анықтау. Сондықтан қандай тірек сөздерді айтуға болады? Осы ереже бойынша кім айтады? Айтасың? Қандай тірек сөз? Төлсіз, әрине, төлсіз жаза алады. 5 төлсіз мына жақтан сұрайын. Мазина, төлеусіз, әрине. Қазір жазамыз. Жазып отырамыз дәптерге бірге. Бірінші тірек сөз. Төлсіз болды. Бюрokraй деген сөз алуы жақсы. Ал Назерке тамаша. Соңғы сөзді кімайыз? Тамаша. Жақсы бала. Туралы өтір. Жақсы, осы сөздермен ережені есімізге түсіре аламыз ба? Ал ендеше көрейікші. Жүгіртпелі диктант әдісімен білеміздер, жүгіріп барып жазып, келесі оқушы осы ойды аяқтау керек. Бір немесе 2 сөзді ғана пайдаланамыз, ары қарай келесі оқушы жалғап кету керек. Бірінші, бара ғой. Бірінші, бізде сөз тірек сөзбен байланыстырамыз, төлсіз, е? Жүгіріп барамыз. Төлсіз. Бірге жазып отырайық. Төлсіз. Дәптерімізге жазып отырайық. Төлсіздің тамаша шағылары жүгіріп жазады. Төлсіздің міндетті түрде баяндаушы, әрине. Тамаша, баяндаушы. Жақсы. Шағыл. Бюрokraй
алғашқы етістіктің бөлім райынан бөлім райынан қалай еді? Байлаушы қалай оқыдыңыздар? Айтыңызшы. Болса, ойды жалғастыру керек. Сіз тірек сөзді ғана ойламаңыз, ойды да жалғастыру керексіз. Болса, отыра ғой. Ары қарай, асырып. Ойды аяқтау керек. Төлеу сөзге тамаша ары қарай. Ақлет жазалы. Төлеу сөзге. Қалай еді? Көмектесіп жіберейікші, кім біледі? Төлеу сөзде айта ғой. Ол тірек етістікке айналып, әрине. Ол тірек етістікке айналып. Тірек етістікке айналып. Aynalı. Cıgırıp oturalım. Aynalı. Muğa. Şişkiyete ayak gidelim. Söylemede ayak gidelim. Varız ne tağız? Mündir değil. Beşinci direk sözümüz. Tağız. Септігі, аяқтай салу. Септігі, аяқтай салу. Жақсы. Ескісе қалды ма? Қайталап шығайықшы ендеше. Төл сөзбен баяндаушы ескісі бұйрық райынан болса, төлеу сөзінде ол ескіге айналып, оған септігі жалғанады. Жақсы балалар. Және немесе қандай сөздер қойға болады? Туралы жөнінде жайында. Жақсы балалар. Енді біздер осы әлпен тақырыбын жақсы меңгеріпсіздер. Ашамыз қайтадан кітапты оқылым. Мәтіні алға сапар. 122. Оқып бастырыңыз. Айды бағынды. Ерте кезден ақ адамдар аспан әлемін зерттеуге құмар болды. Тек 20-шы ғасырда ғана ғылым мен техниканың дамуына байланысты ғарыш кеңістігіне шығуға мүмкіндік туды. Бірінші ғарышқа ұшатын зымырандар құрастырылды. Зымыранның бірінші жобасын жасаған Константин Эдуардович Циолковский болды. Тамаша ары қарай Ильяс, Мақсат Ильяс жалғыз. 1957 жылы 4 қазанда орбитаға жердің тұңғыш жасанды серігі Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш алаңынан ұшырылды. Адамды ғарышқа жіберу сәтті аяқталғаннан кейін ғарышкерлері айға ұшуға дайындық қолға алынды. Айдың бетінен бірінші болып 1969 жылы америкалық ғарышкерлер Нил Армстронг пен Эдвин Олдрин қонды. Олар айға Аполлон 11 ғарыш кемесімен ұшып барды. Америкалықтар 3 жылдың ішінде тағы 5 Аполлонды жіберді. Олар айдың бетін суретке түсіріп, жерге ақпарат жіберіп отыратын құрал жабдықты орнатты. Тамаша, мәтін түсінікті ме? Ендеше, ең алғаш Қазақстан жерінен жасанды серіктерді қай жерден ұшырыпты балалар? Байқоңырдан. Алғашқы ғарышкерлер айды бағындырған? Нил Армстронг пен Эдвин Олдрин. Жақсы. Алғашқы ғарыш кемесі? Аполлон 11. Ең алғаш ғарыш кемесін құрастырған кім? Жақсы балалар. Мәтін түсінікті болса, мен сіздерге жолдау немесе стикердегі әңгіме әдісі бойынша бір жуан, бір жіңішке сұрақ, бірінші оқушы дайды, екінші оқушы соған мүмкін болатын бір жуан не бір жіңішке жауап дайындайды. Тесіп ба? Жеке және жұптық жұмыс. Сіз
сұрақ дайындаңыз. Мына жақтан сұрақ, Мадина, жауап мүмкін болады. Мүмкін болатын бір жуан, бір жіңішке сұрақ, мүмкін болатын сол сұраққа жауап. Жуан және жіңішке жауап. Сізде сұрақ, сізде жауап. Шалқар, ал кеттік. Сізде сұрақ, сізде жауап. Сізде сұрақ, сізде жауап. Сізде мына сізде сұрақ болды, сізде жауап болады. Жауап болады. Ал жақсы. Уақыт болады 2 минут. негізі ойын аңқайды. Негізі ойын аңқайды. Енді жауабын болады жоқ. Бұл жерде мәселе сөзге ма? Немесе жеткіліксіз өз ойыңызды білдіресіз. Жақсы, оқи ғой. Айдың бетінде нешінші жылғы ұшты және кім ұшты? Бірінші сұрақ, жақсы, екінші сұрақ. Америкалықтар 3 жылдың ішінде неше апалон жіберді? Тамаша, ал сіздің жауабыңыз қандай? Америкалық ғарышкерлер Нил Армстронг пен Эдвин Олдрин сонды зымыранның бірінші жобасын жасаған Константин Эдуардович Циолковский. Так, сәйкес келе ма екі сұрақ? Бірі сұрағы келеді, бір сұрағы жаңағы сәйкес келмейді. Бір-бірлеріңізді бағалаңыздар. Арқаға жазасың, арқаға, арқаға. Ал жақсы. Арқасына бағалы. Бір жолға жақсы комплимент арқада. Қалай бағаларыңыз? Жыламатыңыз. Жарайсың ба? Жарайсың, жақсы. Сіз қалай бағаларыңыз? Жарайсың, жақсы. Келесі. Тағы да кімдер үшті? Негізгі ақпаратына сәйкес келе ма? Тағы да кімдер үшті? Бізде мына ой айтылған жоқ, иә? Ал жақсы оқи ғой. Сәйкес келе ма? Сәйкес келеді, сұраққа қарай. Шықты. Сізде негізгі ақпарат қамтылған, сізде сұрақ кішкене алып кеткен, бір-біріңізді бағалап кетейік. Енді балалар 3 жыл деген әдіс бар. Қандай әдіс еді ол? Ұсыныс. Енді жүктер бір-бірін бағалайды. Жаңа тыңдадыңыздар ғой, иә, бір-бірлеріңізді жауаптарыңызды. Бірінші жүк, екінші жүкті бағалаңыздар. Ұнаған ұтымды тұстары қандай? Маған олардың сұрақтарына сәйкес келгені ұнады, иә, бір сұраға сәйкес келді. Ұсынысыңыз бар ма? Мен ұсынысым жоғарып әзіреге сұрақты анықтап жазу керек. Жазу керек. Жарайсың. Ал сіздерге қандай
тамаша бала.